Сәлем достар, бүгін біз Қытай бағасын есептеуді үйренетін боламыз, яғни юаньді теңгеге айналдырамыз. Ол үшін бізге көмекке конвертер приложениясы немесе Google керек болады. Алдымен Pinduoduoға кіреміз, өзімізге ұнаған товарға кіреміз. Мысалы, мына товарды таңдаймын. Бағасы 3,73 юань деп тұр. Енді осының тура бағасын білу үшін төмендегі қызыл батырманы басамыз. Бұл жерден товардың түсін және телефонның маркасын таңдаймыз. Байқағаныңыздай бағасы өзгеріп кетті. Яғни товардың бағасы түріне, өлшеміне байланысты өзгеріп отырады. Сонда мына товарымның негізгі бағасы 6,7 юань екен. Ал енді осыны есептеп көрейік. Ол үшін конвертер приложенияға кіреміз. Жаңағы товарымыздың бағасын жазамыз, яғни 6,7 юань еді. 6,7 юаньді жазсақ, бізге теңгеге ауыстырып берді. Яғни осы товарым 432 теңге екен. Ал енді Google мен есептеп көрейік. Ол үшін Google-ға кіремізде юань в теңге деп жазатын болсақ, осындай бет шығады. Енді мына жерге 1 дегенді өшіріп тастап, жаңағы бағамыз 6,7 деп жазамыз. Теңгеге айналдырып берді. Теңгемен 433 теңге екен. Осылайша өздеріңізге қажет бағаны есептеп алсаңыздар болады.